Сәлеметсіз бе, құрметті әріптес? Бүгін сізбен ара қайда қонады атты ойынды бірге қарастырып көрейік. Жалпы бұл ойынның мақсаты қандай болмақ? Бұл ойынды біз өз сабағымызда кеңістікті білдіру, бағыт-бағдарды білдіру сөздерін меңгерту үшін немесе жаңа сөздерді үйрету мақсатында қолданамыз. Және кез келген сабақта, кез келген тақырып бойынша қолдануға өте ыңғайлы және сондай икемді ойын екендігін айтып кеткім келеді. Мысалы, осы жерде араның оң жағында, сол жағында, үстінде, астында деп жаңағы сөздерді меңгертетін болсақ, сонымен қатар араның әрбір қадамын қай жерге ұшып барғандығын айта отырып та бағыт-бағдарды білдіретін сөздерді меңгерте аламыз. Мысалы, арада солға, оңға ұшты, жоғары, тағы да жоғары, солға, төмен келіп тоқтады дейтін болсақ, мынау медальдің тұсына тоқтағанын көреміз. Немесе ара төмен ұшты, солға, төмен тағы да және оңға бұрылды дейтін болсақ, үйге келіп тоқтағанын көреміз. Көріп отырғандарыңыздай бағыт-бағдар, сонымен қатар жаңа сөздерді меңгеріп отырады балалар. Және тағы бір жолы, осы жерде жазылып тұрған керемет тілек сөздердің қайсысын өзіңізге, өзгелерге тілегіңіз келеді деген сұрақты қоя отырып, осы жерде араның мысалы 5 қадамы арқылы таңдаңыз, немесе 3 қадамы дейтін болсақ, ара жоғары ұшты, солға, төмен, тағы да төмен, оңға ұшты десек, отбасымыз аман, бейбіт заман болсын деп. Немесе ара оңға және төмен ұшты десек, ақ жаулықты әже болып шөбере сүйіңіз деген сияқты тілекке келіп тоқтағанын көре аламыз. Бұл ойынды жұппен, топпен ойнауға болады және міндетті түрде осы презентация бетінде ғана емес, қағазға осы кестені салып, сурет немесе сөздерді жаза отырып, оқушылар бір-бірімен пікір алмасып, жаңа сөздерді меңгеріп және оны бекіте алады. Сонымен қатар осы жердегі тілектердің орнында математикалық амалдар, физика, химияның формулалары, немесе тарихтан хронологиялық даталар тұруы мүмкін. Әйтеуір кез келген пән бойынша өзіңіздің мақсатыңызға, сабағыңыздың түріне қарай қолданып, сабақты қызықты өткізуге болады. Уақыт бөліп видеоны қарағаныңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытып кетпеңіз.